Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін жаңбыр жауып тұрған кезде жасалатын техникамен бөлісемін. Жаңбыр Алланың жауған нұры деп естіп жатамыз. Ал ендеше жаңбыр жауғанда жасалатын техниканы біле жүріңіз. Неге жаңбыр жауып тұрғанда десеңіз, дәл осы сәтте тілеген дұға тілек қайтарылмайды, яғни міндетті түрде қабыл болады. Себебі жаңбырдың әр тамшысын бір періште жерге алып түседі екен. Күздің күні жаңбыр көп жауады, сондықтан барынша өз арманымызға жақындауға қадам жасайық. Жаңбыр жауып тұрған сәтте бір ыдысқа жаңбыр суын жинап алыңыз. Екінші, сол суға бірнеше тиын салып 7 сағат қойып қойыңыз. Үшінші, содан кейін сол зарядталған сумен аз болса да үстіне су құйсаңыз болады. Үйдің еденін жақсылап жуып шығыңыз. Үйдің еденін жуып жатқан кезде үйімнің іші ақшаға толсын, жаңбырдың әр тамшысы береке болып кірсін деп, әр бөлме жуған сайын айта береміз. Өте қарапайым, ақша шақыратын техника, жасап көріңіздер. Жаңбыр жауған кезде және де өзіңіз ақша шақырғыңыз келсе жасап қойыңыздар. Өте пайдалы. Ақша шақыратын техникалар ұнап жатса, өздеріңіз нәтижесімен бөлісе отырыңыздар. Мен әрбір нәтижеге қуанып, өз ықыласымды білдіремін. Барлықтарыңыз сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.